Сәлем достар. Жақында осы 5 мамыр күні Құрама Штаттарында Калифорния штатындағы Карсон қаласында StubHub центр аренасында біздің жерлесіміз Геннадий Головкин мен америкалық армян ұлтының боксері Ванес Мартиросян кездеседі. Мынау Головкинді өздеріңіз білесіздер, енді өзіміздің атақты боксер, әлі бір ретте жеңіліп көрген жоқ. Ал енді Мартиросян мұнда интернетте жазғаны бойынша пообещал шокировать весь мир деп, оны и показать, почему его прозвище Кошмар деп жазыпты. Көреміз енді қандай кошмар жасайтыны Мартиросянның. Меніңше сол осы Мартиросянның сол Головкиннің бір-екі соққысынан кейін құлайды деп ойлаймын деп. Көп болса енді мүмкін бірінші раунд тұруы мүмкін, енді екінші раундта енді ұшатынан меніңше нақты. Екінші раундтан ары қарай аспайды деп өзім ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сонымен 5 мамыр күні ақш-та Карсон қаласында болады. Головкин Мартиросян. Менің ойымша Головкин жеңеді. Екінші раундта анау сүмелек Мартиросянды ұшырады деп ойлаймын, тұрмайтындай. Ал жарайды, ойлаңыздар, кімде қандай ой бар? Кім жеңеді деп ойлайсыз сіздер?